Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен қысқа арналған қиярдың жабу тәсілімен бөлісетін боламын. Менде 5 килограмм огурцы, яғни қияр. Оны 2 сағат алдын ала суға салып қойдым. Осылай тазалап шықтым, жақсылап. Керек қажетті заттарын описанияға қалдырам, сол бойынша жасап көрсеңіздер болады. Менің жылда жауып жүрген тәсілім ешқандай атылмайды. Осылай барлығын банкаға салып шығамыз, орналастырып. Сосын үстіне қайнаған су қойып 15 минутқа қойып қоямыз. Осылай 2 рет жасаймын. 2 рет 15-20 минутқа қойып қоям. Екіншісін төгіп 3-ші рет қайнатқан кезде оған үстіне тұзын, секерін салып қайта қайнатамыз. 3-ші рет қайнатқан кезде 5 ас қасық тұз, 5 ас қасық секерін саламыз. Міне осылай 15-20 минутқа қойып қоям. Бұл жерде 2-ші рет жасалған түспей қалған видеоға. Мынау 1-ші рет жасалғаны, осыны 15-20 минутқа қойып қойдым. Міне енді рассолдың суын құйып 2-ші мәрте қайнататын кез. Осылай 2 рет жасап алдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Жылда осы әдіспен жабамын. Міне рассолын құйып алдық. Енді осы жерде 2-ші рет жасалғаны түспей қалған. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне осы жерде 3-ші рет қайнатып жатырмын. Сол кезде секерін, тұзын саламыз. Енді әр банкаға 1 чай қасықтан уксус құйып шығамыз. Менде 70% уксус. Рассолымызды 3-5 минут қайнатып аламыз. 3-ші рет қайнатқанда көп қайнатып керек емес. Енді осылай құйып шығамыз. Банкамызды жабамыз. Осылай жапқаннан кейін жылы жерге жауып қоямыз. Мен 3-4 күнге қойып қоямын. Содан кейін барып шығарамын. Міне 3-ші мәрте мына жерде құйып шықтық. Енді қақпағын жауып осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі шығатын рецептін жіберіс алмау үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қазақша контентті қолдайық. Сіздермен болған Гүлдариға, назарларыңызға рахмет.